Сәлем достар, бүгін балалардың сүйіп жейтін тәттісі пончиктер пісіретін боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек, және 2 қасық қант, ашытқы және қамыр қосқышымызды қосып араластырамыз. Осы массамызды бетін жауып, жылы жерге 5-7 минутқа қойып қоямыз. Кішкене көтерілуі керек. Біздің массамыз кішкене көтерілді. Бұл массамыздың үстіне қантымызды қосамыз. Ерітілген сары майымызды және жұмыртқа қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Дайын массамыздың үстіне ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Қамырымызды елеп болдық, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді, 2 есе көлемде болды. Қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен орташа жұқалықта жайып шығамыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды дөңгелек формада кесіп шығамыз. Біздің қамырларымыздың бәрі домалақ формада кесіп шықтық. Енді ортасын тағы да кесеміз. Яғни пончиктің формасына келтіреміз. Дайын қамырымызды пергамент қағазының үстіне орналастырып, бетін жауып, жылы жерде көтерілгенше кішкене қойып қоямыз. Дайын болған пончиктеріміздің қамырын жай отта 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Қатты отта және орташа отта пісірудің қажеті жоқ, себебі ішінде қант қосылғасын тез қызарып кетеді. Сырты қызарып, іші шикі болып тұруы мүмкін. Сол үшін жай отта пісіріп аламыз. Пончиктерімізді әсемдеу үшін мен 2 түрлі шоколад алдым. Шоколадымызды ерітіп аламыз. Дайын пончигімізді шоколадқа малып, кондитерлік жейтін тәтті кәмпиттермен әсемдеп шықсақ болады. Біздің пончиктеріміз дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.